Қайырлы күн, жігіттер, қыздар. Мен сіздерге мына үшбұрышты конустың врезкасын көрсеткім келіп отыр. Врезка дегеніміз ол екі фигура бір-біріне кіріп тұрғанын айтады. Яғни, мұнда бізде цилиндр мен конустың врезкасы. Енді ең әуелі не істейсіз? Орын егер сізге белгілі болса, ең бірінші біз осьтан бастаймыз. Ось ол центрлік сызық. Мысалы, айтайық. Енді осыған байланысты ұшы қай жерде бас қаяқта екенін белгілі болатын болса, жобамен біз аламызда 1, 2, 3, 4. Яғни биіктікті мысал ретінде қасындағы фигуралардан мысал ретінде өлшей аласыз. Бұл негізінде пирамида мен биіктігі бірдей болады. Егер биіктігін белгілеген болсаңыз, пирамиданың биіктігімен теңестірген болсаңыз, әрі қарай мысал ретінде біз не істейміз? Яғни жобамен мынау сызықты табуға тырысамыз. Ол сызықты табу үшін сіздер не істейсіздер? Яғни мына жерде қарасаңыз, мұнда түп түзу келеді, мына жерден домалақ бастайды. Мынау шеті және мынау шеті. Осы шеті бойынша сызықты өткіземіз. Көрдіңіз бе? То есть бұл сызық міне. Мынау сызық. Көрдіңіз бе? Қалай таптық? Біз мына түзу сызық бетіп келіп домалаққа, яғни табанына ауысқан жерден, және мына жерден де дәл сол ауысқан жерінен аламыз. Осы сызықты сызғаннан кейін мына табанынан мына қара қашықтықты 1, 2, 3, 4. 4 деп 4 тең бөлікке бөлдік. Енді аламында 1, 2, 2-ке бөлім, 4 деген жұпсан бөлінеді. Енді аламында мынаны тағы да 2-ке бөлім. Осы жерден мен табанның бағытын сызам. Табанның бағытын сызам. Есімнен сақтап аламын. Не кейс? Енді аламда мысал ретінде ортасы, міне ортасы бізде жобамен ортасы центрі, центрін байынан есептеген кезде 2 деп тұр. Яғни мына жерден мен 2-ке бөлемін. 1, 2 и 2-ден 1 бөлігін 2 шетіне лақтырам. Немесе ұшы белгілі болатын болса, бұлайынан да жіберсеңіздер де болады. Аламызда мысал ретінде мынау бағыт бойынша міне. Көрдіңіздер ме? Бәрі бірдей болады. Сіздер фигура салған кезде өзіндік өлшемдеріңіз өлшеп табуға тырысыңыздар, өлшемдердің ерекшеліктерін. Так, мына жерде сәл ұзын бұқапты менде. Енді аламында мына жер, так, мына жер сәл қысқартам. Осы жерден мен сопақша жасауға тырысам. Енді табаны табылды. Аламында мен ұшынан мына бір шетіне және келесі бір шетіне қосуға тырысам. Қостым. Енді мына жерде мен тік сызық сызам. Мынау цилиндрді табу үшін мен не істеймін? Осы бағытта, яғни мына цилиндрдің екі шетін көріп тұрсыздар ғой, мына шет мен мына шет. Мына ортаңғы сызығын табам, міне ортасы.
және мына шеті мен мына шет ортасы міне. Осы ось бағыты, яғни цилиндрдің бағыты. Осының аламында былай сызуға тырысам. Есіме сақтап аламын. Центр арқылы өткіземін. Көрдіңіз бе? Аламында осы жерге өткіземін. Және де шеткі міне сопақша қиылысқанымен ұшына қарай осылайынан жіберемін. Енді осы арақашықтықты мен 3 тең бөлікке бөлемін міне. 1, 2, 3. Сәл. 1, 2, 3. Мына жер 1, 2, 3. Мінекей. Осылайша аламында сызықты сызықтан нүктені сызық арқылы өткіземін. Осылайша. Мінекей. Енді мынау сопақшаның жазықтығын табуға тырысам. Жазықтық табуға тырысамын. Бірақ одан бұрын мен мына жерде дәл центрін осын табамын. Мына жерде мысал ретінде бізде центрі мына жерден жіберетін болсақ, міне. Мынау сызықпен, яғни міне. Осы сызық бізде мына шеттен болады. Сонда негізінде мына нүктеде мынаған параллель сызсаңыз болады. И мынақтан сызсаңыз болады. Енді аламда мына тік, мынаған параллель. Тік. Міне. Және де мына ойысқа перпендикуляр сызам, міне. Перпендикуляр. Мына ойысқа перпендикуляр сызам, міне. Осылайша мен қазір сопақша жасаймын. Осылайша бізде врезка салынып жатыр. Міне. Енді аламында мынау нүктені мен арғы нүктеге қосамын. Былайынан және мынау нүктені мен мынаған қосамын. Содан кейін мына жерде домаланып тұрса, сол домалаған былайынан сыза саламын. Түсінікті? Осылайша бізде геометриялық фигураның врезкасын жасадық, яғни конустың врезкасын жасадық. Артық сызықты өшіріп тастайсыз да, одан кейін өзіңіздің қалауыңызбен, яғни суреттегідей өзгертесіз. Ал енді келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.